Бірінші лекциямыз тақырыбы 20 ғасырдың бірінші жартысындағы тарихи әлеуметтік жағдай және оның ел руханиятындағы көрінісі. Лекциямыздың мақсаты 20 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетінің жаңашылдық сипатын айқындап, осы кезеңдегі қазақ даласындағы қоғамдық өзгерістердің әдебиеттегі көрінісі туралы мағлұматтар беру. Жоспарымыз 20 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетінің өзіндік ерекшеліктері, 20 ғасырдың екінші жартысында қоғамдық саяси ахуал мәселесі, ұлттық күрес және әдебиет. 20 ғасырдың бірінші жартысындағы ірі тарихи қоғамдық оқиғалар, 20 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті тарихында жадид, алаш құбылыстары, ағартушылық жолындағы ұлттық қозғалыс аясында көрінді. Сонымен қатар, осы кезеңде әдеби рухани күш пен саяси қайраткерліктің бір тұтасқанын да байқауға болады. Мұндай үрдіс әлем тарихына ортақ екенін ұмытпағанымыз жөн. 20 ғасырдың бірінші жартысындағы әдеби эстетикалық концепцияларда, көзқарастарда саяси сипаттың айқын көрінуі, олар таза әдебиеттен жырақ деген қорытынды жасатпауы тиіс. Қазақтағы жадидшілдіктің екінші кезеңі Айқап журналының дүниеге келуімен және оның Қазақ сынды әлеуетті газеттің жарыққа шығуын тездетуімен, сөйтіп осы екі басылымның өркен жаюымен байланысты десек болады. Бұл кезеңде жадидшілдік қазақ өмірінде сапалық деңгейге көтеріліп, алаш қозғалысына ұласты. Айқап пен қазақ азаматтық тарихымызда тұңғыш рет жаңа заманға сай ұлтты ұйыстыруды түбегейлі қолға алды. Осы тарихи миссиясы орасан екі мерзімді басылым мынандай нәтижеге қол жеткізді. Бірінші, ұлт проблемасын жалпы халықтық сараптауға яки талқылауға салды. Екінші, жақын алыс болашақтың мақсат міндеттерін анықтап, оларды кезең-кезеңмен орындауға жұмылдырды. Үшінші, Абай негіздеген жаңа әдеби тілді дамытып өрістетті. Төртіншіден, әдебиет пен халық сұранымын, руханият пен ел мүддесін тоғыстыра алды. Патшалық Ресейдің отарлық езгісінде қиын да күрделі өмір сүрген қазақ халқының әлеуметтік тұрмысы 20 ғасырғасында тіптен қиындап кетті. Ресей билеушілері обыр құлқынның қамы үшін тізгінді неғұрлым қыса ұстап, тежеп отыруды оңтайлы көріп, саяси әкімшілік қызымды күшейте түсті. Бірақ қашанда әрбір нәрсенің екі жағы болатыны секілді, өмір өз заңдылығымен алға дамып, Ресейге бодан болудың да екі жақты әсері болды. Бірі зорлық, зомбылық езіп қанау болса, екінші жағы Қазақстанға көз ағартушылар сиреді. Мардымсыз болса да өндіріс орындары ашылды. Қазақ жұртына батыстық ілімнің жарығы шашырап, ағарту ісі жандана бастады. Тарихи дамудың сол бір кезеңінде бұған негіз де бар болатын. Себебі замана ағысын аңдаған, жеткілікті дәрежеде білімі бар азаматтар ел арасында көптеп кездесті. 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ ағартушылары мен ақын жазушылары аңсаған ілім-білімді үйренуге үндеу 20 ғасырдың бас кезінде бір жама нәтижесін беріп, алдыңғы қатардағы қазақ азаматтары елді ояту, азаттыққа қол жеткізу мақсатына жетеледі. Оққан зиялылар арасынан ел бақытын айқындайтын сара жолды жаңылмай нұсқап, адастырмас даңғылға алып шығуға ұмтылған жаңа тұлғалар шоғыры таныла бастады. Бұл тұстағы, яғни 20 ғасырдың бас кезіндегі мәдени әлеуметтік дамудың бір көрінісін қазақша кітаптардың көптеп шығып, ел арасына кеңінен тарауы аңғартса керек. Қазақ кітаптарының даму тарихына арналған еңбектерде 20 ғасырдың бас кезінде қазақ кітаптарының сапалық жағынан да, сандық жағынан да күрт өсуі дәлелді айтылған. 20 ғасыр басындағы әдебиеттің білгірі
ғалым Кенжебаевтың дерегі бойынша 1900-1917 жылдар аралығында 200-дей кітап жарық көрген. Қоғамдық өмірдің және әлеуметтік дамудың айнасы баспасөз десек, аталмыш кезеңде оянған сананы алға жетелеген көрнекті басылымдар мәдениет рухын септі. Отаршыл әкімшіліктің Түркістан уалаяты, Дала уалаяты секілді қазақ тілінде шығарған ресми газеттермен бірге жаңа сипаттағы еркін басылымдар дүниеге келді. 1907 жылы Серке, 1911-13 жылдары Қазақстан, Ишім даласы 1913 жылы газеттері болса, Айқап 1911-15 жылдарда журналы және жалпы ұлттық қоғамдық саяси һәм тәжірибе таратқан Қазақ газеті 13-18 жылдары қазақ ұлтының саяси әлеуметтік ой санасына түрткі салып, заманның көкейкесті мәселелерін қозғады. Отарлық саясаттың езгісінде отырған қазақ халқының бостандығы мен азаттығын аңсап, ел жұртының ғылымы мен білімі өркендеген халықтар санатында көруді қалады.